бір-бірін қолдай алатын, бір-бірін қорғай алатын, бір-бірін мақтап жүретін, бір-бірін жақтап жүретін қазақты көргім келеді. Хотелось бы в этот тяжелый период передать слова поддержки пострадавшим семьям в регионах, которые страдают от паводков. Хотелось бы выразить слова благодарности спасателям и всем задействованным органам в их неоценимый вклад в спасение жизни людей. Спасибо вам большое. Вместе мы сила. Су тасқынынан зардап шеккен отандастарымызға сабырлық тілейміз. Осы сәтті пайдаланып, басқа облыстарда құтқару жұмыстарына қатысып жатқан Жамбыл облысының құтқарушыларына алғысымызды білдіргіміз келеді. Біз біргеміз, күшіміз бірлікте. Су тасқынынан зардап шеккен отандастарымыздың қайғысына ортақпыз. Выражаем огромную благодарность спасателям, работающим в регионах страны. Дорогие сограждане, не переживайте, помощь всегда придет. Вместе мы сила. Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим от паводков в регионах страны, а также выражаем огромную благодарность всем спасателям, принимающих участие в спасении людей в регионах страны. Вместе мы сила! Жолдасын төтенше жағдайлар саласында істеген соң біз оны әрқашан қолдаймыз және абыроймен оралуын қалаймыз. Төтенше жағдайлар орын алған өңірге кеткен қызметкерлерге сабырлық тілейміз, амандықпен оралуын қалаймыз. Күшіміз бірлікте. В данный момент мой отец, главный спасатель Рустем Владислав Маратович, находится в Акмолинской области, в городе Акбасаре. В тяжелый период он не остался равнодушным и записался в группу спасателей, отправившись в командировку. Я горжусь своим отцом. Вместе мы сила.